Ассаламу алейкум, сіздермен аяла тәттілері. Бүгін шпинатты қатырамыз, яғни шпинатты самрост етеміз. Дәл видеодағыдай жапырақтарын бөлек алып аламыз. Дәл видеодағыдай алып, босқа ыдысқа саламыз. Достар, каналымда үнемі шығып отыратын оңай әрі ерекше рецепттері жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Міне достар, біздің жапырақтарымызды бөлек алып алдық. Енді осы жапырақтарымызды 3-4 қайтара жуып аламыз. Ішіне шаңы жақсы кету керек. Осы жапырақтарды алып, матаға 10-15 минутқа кептіріп аламыз. Көп кептірудің қажеті жоқ, 10-15 минут жетіп қалады. Міне достар, біздің шпинатты жапырақтарымыз кепті. Енді осыны пакетикке саламыз. Дәл видеодағыдай етіп, пакетиктегі ішіндегі ауасын шығарып аламыз. Дәл видеодағыдай жасаңыздар. Бұл қатырылған шпинаттарды 4-5 ай бойы қолдана берсеңіздер болады. Мен өзім шпинатты рулетке қолданамын. Сіздер самсаға, салаттарға қолдана берсеңіздер де болады. Шпинат өте пайдалы өсімдік. Достар, видео ұнаса, лайк, комментария қалдыра кетіңіздер. Менің каналыма тіркеліңіздер. Алла қаласа, алда әлі өте көп пайдалы әрі оңай рецепттер шығады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.